Бірінші түсіңе кіретін әке, шеше, туыстар, отбасы мүшелері және достар, әріптестер неге кіреді айта кетейік. Сосын ит, мысық, қасқыр, аю, сиыр, жылқы дегендердің неге түске кіретінін айтамыз. Ал енді әке, шеше түске кіргенде көбінесе өмірде маңызды оқиғаларға жорылады. Себебі әке, шеше сені өмірге келтірген адам. Төсіңде олардың теріс қарауы, сені танымауы немесе сенен қашуы өмірде сенің жолың болмайтынын білдіреді. Ал керісінше саған зат беруі, сені құшақтауы, күлуі өмірде сенің жетістіктерге жететініңді білдіреді. Марқұм әке, шеше де осылай. Түсінікті болғандай, түсіңдегі әке, шеше ол өмірдегі басты оқиғаларға жорылады. Келесі мәселе туыстардың түске кіруі. Мен бұл жерде күйеу әйел туралы айтпаймын. Олар бөлек мәселе, жеке айтылады. Туыстардың түске кіруі мысал түс санатына жатады. Мысал түс деген біреуді көріп, басқа біреуге жорылуы. Мысалы, үлкен бауырыңды түсіңде көрсең, ол кенже бауырыңда проблема бар деген сөз. Қан бір болған себепті бірінің екіншісін жағдайына ене алатын түс заңдылығында. Екінші адамның бір туғандарын жиі көруі, оның әлі ақыл санасы ересек өмірді қабылдамағанның білдіреді. Яғни бала көңіл адам әлі. Неге бұлай жорылады? Себебі адам бір туғандарымен көбінесе бала кезде араласады. Есейгенде әркім өз проблемасымен, өз әуресімен кетеді. Бір туған болса да бір өлмек жоқ деп қазақ осындайда айтқан болса керек. Және туыстарды түсіңде көрудің себебі сенің жан дүниең көмекке мұқтаж деген сөз. Проблемалармен жалғыз қалып қойдың. Себебі адам өмірге келгенде туыстары қарсы алады, қуанады. Адам дүниеден өткенде туыстары жуындырып шығарады, көмеді. Басына іс түссе ағайын жиылып әрекет етеді. Міне сондықтан түсіңдегі туыстар жәрдемнің символы. Сенің қиындығың алаңдатарлық проблема екенін дабыл. Енді түсіңдегі дос құрбыға келер болсақ, ол доспен қалай араласатыныңа байланысты жорылады. Дос құрбы деп кімді айтамыз, ұғыңыз. Жан дүниесі ұқсас адамдар, өмірге көз қарасы ұқсас адамдардың пікірі бір жерден шығып, әңгімесі жарасып, дос құрбы болады. Әрине дос құрбының санаты бар. Шын араласатын, проблемасы болғанда пайда болатын, ақша үшін араласатын дегендей. Міне осылардың ішінде шын араласатын дос құрбының сенің түсіңе кіруі, өмірде саған ұнайтын бір оқиға болады деген сөз. Шығармашыл адамдар үшін бұл оқиға шабыт, жаңа идея болады. Және ақиқаттан хабар береді. Неге саған ұнайтын деп жорылады? Себебі ол дос құрбы, ол саған тек қуаныш, оның бары сенің рухыңа да, тәніңе де қуаныш. Оған жылап, сырыңды айтсаң да, ол сен үшін қуаныш. Көз жасыңды көрсететін бір адамың бар, дос жылатып айтады дейді сондықтан. Ал енді әріптестер неге кіреді десек, ал әріптестер бұлар әрине жұмысқа жорылады. Мән беретін нәрсе ол әріптеспен қалай араласасын. Саған жақсылығы, жамандығы бар ма? Ал адам түсінде бейтаныс көп адамдарды көрсе, оның ойының, ниетінің шаршап жүргенін білдіреді.